Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары. Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 4-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: ұлттық музыкалық аспаптардың атауын жазып сипаттаңыз. Бірінші суреттегі ұлттық музыкалық аспап қобыз. Сипаттамасы: қобыз екі шекті ысқышы бар аспап. Қобызбен көп жағдайда халықтың қиын қыстау тағдырын сипаттайтын мұңлы, зарлы әндері мен күйлері орындалады. Екінші суреттегі домбыра. Домбыра жаңғақ ағашынан жасалатын шертпелі екі шекті аспап. Қазақ халқының күй, ән өнерінде қолданылатын негізгі музыкалық аспап. Үшінші суреттегі жетіген. Жетіген қазақ халқының көп шекті шертпелі аспабы. Жалпы тұрқы ұзынша, жәшік тектес етіп жасалады. Бетіне жұқа тақтайдан қақпақ жабылып, үн беретін ойықтары салынады. Екінші тапсырма: білім беру жүйелерінің түрлерін сипаттаңыз. Мұсылмандық дәстүрлі мектептері, мұсылманша молдалар дәріс беретін медресе түріндегі оқу орындары. Орыс қазақ мектептері зайырлы пәндер, мысалға жағрафия, тарих, математика тағы басқа сияқты оқылатын білім мекемесі. Жәдиттік мектептері исламның негіздерімен қатар ғылыми пәндер де оқытылатын жаңа әдістемелік білім беру. Үшінші тапсырма: кестені толықтырыңыз дейді. Білім беру орындары: Қазақстанда ашылған әскери кадет корпусы Орынборда, Омбыда орналасқан, ал қазақ қыздарын оқытатын мектеп-интернат Ырғызда орналасқан. Мұғалімдер дайындайтын оқу орындары Ташкент пен Омбыда орналасқан. Төртінші тапсырма: зиялылардың тарихи еңбектерінің маңыздылығына сипаттама беріңіз. Шәкәрім Құдайбердіұлының тарихи еңбегін атаңыз. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. Осы еңбегінің тарихи маңыздылығын көрсетіңіз. Қазақ халқының шежіресі жинақталған маңызды еңбек болып табылады. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының отаршыл саясатқа қатысты жазған еңбегін атаңыз. Қанды жексенбі. Осы еңбегінің тарихи маңыздылығын көрсетіңіз дейді. Патша үкіметінің отаршылдық саясаты жайлы тың тарихи деректерге мол еңбек болып табылады. Құрбанғали Халидтің Тауарих Хамса еңбегінде баяндалған тарихи оқиғаны атаңыз. Алтын Орданың тарихы. Осы еңбегінің маңыздылығын көрсетіңіз. Тарихи этнографиялық мәліметтер мол. Бесінші тапсырма: Ыбырай Алтынсариннің педагогика саласындағы жаңашылдығы тақырыбына эссе жазыңыз. Кілт сөздерді пайдаланып эссе жазуымыз керек. Эссе критерийлерін сақтап. Ыбырай Алтынсарин орыс қазақ мектептерінің оқушыларына арнап екі оқу құралын, қырғыз-қазақ хрестоматиясы мен қырғыздарға, қазақтарға орыс тілін үйретуге алғашқы басшылық жазып шықты. 19 ғасырда Қазақстанның ағарту саласында қазақ балаларын орыс тілін үйретудің жаңа әдістемелік жүйесін қалыптастырған жаңашыл педагог. Ыбырай Алтынсариннің ағарту саласындағы еңбектері 1864 жылы қазақ балаларына арналған интернеті бар мектеп салтанатты түрде ашылды. 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай облысы мектептерінің инспекторы болып тағайындалды. Ырғыз, Николаев, Торғай және Елек уездерінде екі сыныптық орыс-қазақ училищелерін ашты. Қазақ қыздарының білім алуына мүмкіндік берген қыздар мектебін ашқан. 19 ғасырда қазақ қоғамында мұғалімдерді даярлау ісін ұйымдастырып, ұстаздар дайындайтын мектеп ашқан. Ыбырай Алтынсарин балаларға тәлім-тәрбие беретін шағын әңгімелер мен өлеңдерді өзі жазып отырған. Сондықтан оны қазіргі зерттеушілер балалар әдебиетінің атасы деп атайды. Бүгінде Қазақ мемлекеттік білім академиясы Ыбырай Алтынсариннің есімімен аталады. Еліміздегі педагогтар қауымының ең таңдаулы өкілдері жыл сайын Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталады. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқын ағартуға үлесін қосқан, қазақ даласында зайырлы білім берудің негізін жасаған жаңашыл ұлтжанды педагог. Осымен тжб жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.